Ассалаумағалейкум бауырлар. Өтініш біліп жүремінге жазыламыз. Видеоның астында подписаться деген бар, міне осындай. Bir ғана лайкты басамыз. Аямаймыз достар. Өтініш, сіз лайк басып, менің еңбегімді бағалағаныңыз. TikTok сіздің, яғни данный жазған комментарияларыңыз, салған посттарыңызды восстановить болады. Бір себеппен өшіріп алсаңыз, біреулер взломать етсе, мысалы болады, біреулер взломать етіп сіздің банағыдай барлық посттарды өшіріп деген сияқты, әсіресе лайктарды еңбектеніп жинасаңыз десеңіз де, мысалы, сондай так, ол үшін өшірге басамыз, одан кейін 3 нүктеге басамыз, 3 нүктеге басқаннан кейін конфиденциальность деген бар. Конфиденциальностьке басамыз, одан кейін персонализация и данные дегенге кіреміз. Сосын загрузка ваших данных дегенде үстіне басамыз, одан кейін міне TikTok жақсы екен, бір взломать етсе, сіз оны восстановить етіп аласыз, запросить 30 күннің сақтайды, запросить файл с данными егер бір взломать етті дейік, мен ішінде фотом бәрін өшіріп тастады, бәрін ауыстырып тастады, мен бірдеме етіп қалпына келтірдім, одан кейін мен загрузить данныйға бассам, бірінші мынаған басам, сосын ол 1-2 күндікте дайын болады, уведомление болып келеді, мен бірдеме етіп сұрап алыппын кәдімгі. Неге керек? Мен қызық ретінде білесіздер, сіздер енді барлығын қалай қалпына келтіру керек екен. Құрметті достар, осы видеоның астында TikTok туралы видеолар бар. Яғни қалай, қайда деген сияқты. TikTokта қалай танымал болады, қалай рекке шығады деген сияқты сұрақтарға жауап таба аласыздар.